Құрметті Қарағанды қаласының тұрғындары, қонақтары, Қарағанды облыстық тарих-өлкетану музейіндегі орталық Қазақстанның тас дәуірі атты видео сабағымызға қош келдіңіздер. Адамзат тарихында өте бір маңызды рөл атқаратын кезеңдердің бірі адамзат пайда болған кезең тас дәуірі деп аталады. Себебі бұл дәуірде адамзат баласы ең алғаш қолына тас алды, тастан құралдар жасап, жабайы жан-жануарларды терең орларға қаумалап құлату арқылы өмір сүрген болатын. Тас дәуірі археолог ғалымдардың кезеңдеуі бойынша палеолит дәуірі, мезолит дәуірі, неолит дәуірі және қола дәуіріне өтпелі кезең энеолит дәуірі деп аталатын осы 4 кезеңнен тұрады. Геологиялық кезеңдеуі бойынша палеолит дәуірі плейстоцен кезеңіне жатады да, қалған мезолит, неолит, энеолит дәуірлерінің барлығы голоцен дәуіріне жатады екен. Енді осылардың кезеңделуіне тоқтала кететін болсақ, Қазақстанның тас дәуірі мына кезеңдерге бөлінеді. Палеолит, яғни ежелгі тас дәуірі, бұл 2 кезеңнен тұрады. Олдувай кезеңі және Ашер кезеңі. Олдувай кезеңі 2,6 миллион жылдан 700 мың жылдықтың арасын қамтыса, Ашер кезеңі 700 мың жылдықтан 200 және 150 мың жылдықты қамтиды. Мустье, яғни орта палеолит кезеңі. Бұл 200 және 150 мың жылдықтан 35-30 мың жылдықтардың аралығын қамтиды екен. Кейінгі немесе жоғарғы палеолит 35 мың жылдықтан біздің эрамызға дейінгі 10 мың жылдықты қамтиды. Яғни палеолит дәуірінен кейінгі мезолит дәуіріне көшетін болса, бұның хронологиясы 10 мың жылдық пен 7 мың жылдықтардың арасы. Неолит, яғни жаңа тас дәуірі өзінің атында да айтпақшы, бұл 7-6 мың жылдықтан 4 мың жылдықтарды қамтиды екен. Осындай археологиялық терминдермен қатар сол дәуірлердің геологиялық атаулық белгілері де бар, оны жаңа да айтып өттік. Палеолиттің барлық кезеңдері плейстоценге, ал мезолит, неолит дәуірлері голоценге жатады екен. Тас дәуірі мен қола дәуірінің арасында жатқан ерекше дәуір энеолит деп аталады. Бұл кезеңнің шекарасы немесе хронологиялық шектеуі әлі де болсын толық анықталмаған, дегенмен де ол шамамен біздің эрамызға дейінгі 4-3 мың жылдықтардың аралығын қамтиды екен. Өздеріңізге белгілі, энеолит дәуірінде ерекше қоныстың бірі солтүстік Қазақстанның Айыртау ауданында орналасқан Ботай тұрағы, ол бәрімізге белгілі. Бұл кезде тас бұйымдардың негізгі бөлігін жаңқалар құраған. Ал құралдардың сол кезең мәдениетіне сәйкес чопперлер және чоппингтер болған. Екі жағы өнделген құралды тас дәуірінің зерттеуші ғалымдары бифас деген термин қолданады, кливер деген сияқты осындай атаулары бар. Әртүрлі тас кескіштер, жаңқалар, пышақ тәрізді пластиналар осы тас дәуіріне тән дүниелер екен. Соңғы палеолит дәуірінде адамдардың дүние танымы күрделене бастады. Осы кезде жануарлардың бейне сипатын меңгеру арқылы, оларға билік ету сенімі арқылы шыққан аңшылық магия кең тарала бастады. Осы ғұрыптың, яғни аңшылық магиясының әмбебаптық құралы ретінде сол кезде алғашқы қауымдық өнер пайда болған деген пайым пайда болды. Оның басты тақырыбы әртүрлі жануарларды бейнелеу, ой өрнек және мүсіндеу пайда болды. Алғашқы өнердің туындыларының ішінде қасиетті жердің, ананың берекелілігі және құнарлылығын бейнелейтін сүйектен және жұмсақ тастан ойылған әйелдер мүсіндері тарай бастады. Палеолит дәуірінен кейінгі дәуір мезолит дәуірі деп аталады, немесе орта тас дәуірі деп аталады. Бұл дәуірдің бір ерекшелігі мынау кейінгі, яғни соңғы палеолитта пайда болған садақ мезолит дәуірінде толықтай аңшылық қару ретінде қалыптасады. Сонымен қатар микропластиналарды дайындау, оларды тегістеу, бұрғылау, аралау сияқты техникалардың пайда болуының барлығы осы мезолит дәуіріне тән екен. Яғни мезолит дәуірінде сүйек индустриясы көптеп пайдалана бастайды. Яғни ауланған аңдардың сүйектері мен мүйіздерінен әртүрлі қару-жарақтар жасала бастады. Яғни найзалар, сонымен қатар садақ жебесінің ұштары және оларға шырша тәрізді, ирек тәрізді әртүрлі геометриялық ой өрнектер салу дәстүрі осы кезеңнен бастау алады. Мезолит дәуірінен кейінгі кезең неолит кезеңінің басталуы біздің эрамызға дейінгі 7 мың жылдықтың 2 жартысы мен 6 мың жылдықтың басына сәйкес келеді. Бұл тас өңдеу техникасының өте бір гүлденген кезі болып саналады. Еңбек құралдарын өндірудегі орасан зор мамандандыру өтіп жатты. Неолит кезеңінің ең маңызды белгілерінің бірі ол табиғаттағы дайын өнімді алу шаруашылығын ауыстырған мал шаруашылығы және егіншіліктің пайда болуы. Осы кезеңде
Мәдени тұрмыстық жаңалықтардың пайда болуына тау кенісінің бастау алуын айтамыз. Сонымен қатар қыш құмыралар жасау, тоқымашылық кеңінен дамиды, әскери өнер кеңінен дами бастайды. Осындай тас найзаның ұшы, яғни тас жебелердің ұшы сияқты, яғни бұл тек қана аңшылық емес, сонымен қатар тайпаларалық қақтығыстарда, яғни әскери өнерде де осылар пайдалана бастайды екен. Бұл түбірлі өзгеріс тарих ғылымында неолиттік революция деген терминға әкелген болатын. Орталық Қазақстанның тас дәуірін жоспарлы түрде зерттеу бұл 1946 жылға Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың Қазақ ғылым академиясының құрылуымен тығыз байланысты. Осы кезде Әлкей Марғұланның басшылығымен тарих, археология және этнография институтымен бірлесе отырып, Орталық Қазақстанның тас дәуірінен бастап кейінгі орта ғасырлар дәуіріне дейінгі өте үлкен диапазонды қамтитын, хронологияны қамтитын дәуірдегі ескерткіштерді зерттеу жоспарлы түрде басталды десе қателеспейміз. Осының нәтижесінде археологическая карта Қазақстана деп аталатын 1960 жылы үлкен еңбек шыққан болатын. Әлкей Марғұланмен қатар тас дәуірін зерттеуде Клапчук, Медоев сияқты геолог, археолог ғалымдарының қосқан үлесі өте зор. Атап айтатын болса, Қарағанды 15, сонымен қатар Зеленая Балка 4, Сарыарқаның үлкен су айрығында орналасқан Саяқ сияқты, Семізбұғы сияқты жерлерді зерттеуде Медоевтің де қосқан үлесі өте зор. Соның нәтижесінде 1982 жылы Қазақстан палеолитінің геохронологиясы деп аталатын үлкен іргелі еңбек жарық көрген болатын. Және осы ғалымдармен қатар сол кезеңде зерттеуді жүйелі түрде қолға алған Волошин, Артюкова, Жәкен Қожахметұлы Таймағанбетов, Әубекеров, Бексейітов сияқты ғалымдарды айтуға болады. 60 жылдардан бастап Орталық Қазақстан аумағында Волошин жұмыс істейді. Ол Ақмола, Қарағанды және Павлодар облысы аумақтарында көптеген ескерткіштерді ашты. Батпақ өңіріндегі ескерткіштерде ол жемісті жұмыстар жүргізді. Сондай-ақ Нұра, Жаман-Айбат, теңіз өлкелерінде ескерткіштерді зерттеу қызықты мәліметтер әкелген болатын. Жәкен Қожахметұлы Таймағанбетовтың Қарағанды облысының бұрынғы Ағадыр ауданында жүргізген жұмыстарының барысында Өгізтау 2 тұрағы, Мыржық, Қаратөбе, Ақмая тұрақ топтары, жалпы саны 40-тан астам палеолит, неолит дәуірінің нысандары ашылған болатын. Артюхова Қарағанды облысынан Бұрма 1 сияқты жаңа палеолиттік ескерткіштер тапты. Және кезінде Медоевтің солтүстік Балқаш маңайынан ашқан бірқатар ескерткіштерін Шыңғыс 1, Семізбұғы 2, Семізбұғы 4, Семізбұғы 10 сияқты ескерткіштерді қайта зерттеген болатын. 1980-90 жылдары Орталық Қазақстанның мезолит, неолит ескерткіштерін ашу мен зерттеуде Әлкей Хақанұлы Марғұлан, Чиндиннің Мерістің жасаған жұмыстары өте маңызды болып саналады. Сол кезде зерттелген ескерткіштерді атап айтатын болсақ, бұл Домалақ тас, Әкімбек, Нарбас сияқты тұрақтарды айтуға болады. 1991-94 жылдары Мерц аймақтың солтүстік шығыс жағындағы неолиттік Қарабұдыр 3 тұрағын зерттеді және оған талдаулар жасаған болатын. Артюхова мен Бексейітов Ұлытау ауданындағы Талдысай ауылы маңынан 2001 жылы голоцендік тұрақтардан Тоқтауыл, Аяқбұлақ, Сарыбұлақ 1, Сарыбұлақ 3, Талдысай және басқаларын тапқан болатын. Орталық Қазақстандағы тас дәуірін зерттеудегі басты бағыттарына қысқаша шолу не осындай болып табылады. Сонымен қатар 2004 жылы жаздағы археология институтының Сарыарқа экспедициясы жүргізген Қарқаралы қаласы маңын қысқаша тексеруінің кейбір мәліметтерін көрсетуге болады. Бұл экспедицияның жетекшілері Арман Зияденұлы Бейсенов пен Бексейітов деп аталатын ғалым. Бұрыннан табылған және жаңадан ашылған тұрақтардан жинақтар таңдалынып, шағын көлемді көтерме материалдар алынды. Атап айтатын болсақ, Жарлы неолиттік орны Нүркен ауылынан 6 км солтүстікке қарай, Иманқұл тұрақ шеберханасы Ақбай Қызылбай ауылының солтүстік шығыс шетіндегі тұрақ шеберхананы айтуға болады. Сонымен қатар Қасым Аманжолов маңындағы Ақжайылым тұрақ шеберханасы, Кент тұрағы сияқты осындай тұрақ шеберханаларды айтуға болады. Жалпы айтқанда, Орталық Қазақстанның тас дәуірі өте аз зерттелген аймақтардың қатарына
жатады. Жалпы айтканда орталық Қазақстанның тас дәуірі жайлы сөзімізді нақтылайтын болсақ, орталық Қазақстанның бүкіл өлкесінің ішінде аз зерттелгені оның шығыс аймақтары болып отыр. Осы аумақ шеңберінде, яғни Сарыарқаның шығыс бөлігінде палеолитті зерттеу бүгінгі күні тек қана солтүстік Балқаш маңайымен шектеледі. Мұнда шығыс Сарыарқаның аумағын зерттеудің жалпы деңгейі және солтүстік ауданның маңыздылығының өзі рөл атқарады. Солтүстік Балқаш маңындағы палеолиттік ескерткіштерді зерттеудің ғылыми өзектілігі қазіргі танымал нысандарды зерттеу нәтижелерінен көрінуде. Жалпы орталық Қазақстанның тас дәуірін толыққанды зерттеу бұл алдағы күннің еншісі деп білеміз. Жалпы орталық Қазақстанның тас дәуірін кешенді түрде толыққанды зерттеу алдағы күннің еншісі деп білеміз. Бұған әлде болсын кешенді түрде, мақсатты түрде, жоспарлы түрде зерттеулерді қажет ететін дүние. Сонымен орталық Қазақстанның тас дәуірі деп аталатын видео сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға